бозарып шықтыңыз ғой. Жайнап жүруші едіңіз, күліп, нәзік болып, қазір білмеймін, бір қабағыңыз қатулы. Жоқ, негізі шүкір жақсы бәрі. Алдамаңызшы бізді. Бір нәрселер болып қалды. Фархатпен? Фархатқа байланысты ма? Иә. Жақсы, барлығын түсіндіріп айтарсыз, білерміз. Білмеймін, өзінен сұрап білу керек сияқты. Жақсы, шақырып алайық, иә? Шақырайық. Фархат, келіңіз. Фархат, қош келдіңіз. Қалыңыз қалай, жайғасыңыз? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Қайырлы күн. Бәрі жақсы, бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, негізі, Негізі бәрі жақсы дейсіз, бірақ араларыңыздағы енді әңгіме неге көңіл күйі жоқ айтарсыз қазір, Мадина, бірақ оған дейін кездесу болып жатқан шығар. Иә? Бар, фото-видеоларыңыз бар ма? Бар, иә. Көріпсіздер. Иә, бұл жол бізде қарапайым видео болды. Бірақ дегенмен енді сіздер әйтеуір әр кездесу сайын бір әртүрлі етуге тырысып жатасыздар. Өткен жолы рафтингке бардыңыздар, енді садақ атуға бардыңыздар. Иә, сол негізі кездесу видео деген негізі кішкене қиындау екен. Ұмытып кетесіздер ма? Жоқ, ұмытқанда емес, андай ойлайсың ғой, не түсірсек болады, қайда барсақ болады деген сияқты. Кейде тамақ жеп отқанды көрсеткім келмейді оны. Былай айтқанда, орысша айтқанда банальды нәрсе дейді ғой, ешкім қызын біреудің тамақ жеп отқаны. Сол себеп бірдеңе ойлайсың, қайда барсақ болады, не түсірсек болады деген сияқты кішкене қызықты деген. Кеше садаққа барайық деп шештік, барып қайттық. Бұл да жаман емес, жақсы әрине. Жақсы болды ғой, ұнады ғой өздеріңізге барған. Маған ұнады, Мадинаға ұнаған жоқ, аталмай қойды. Дәл тие алмады, содан көңіл күй болмады. Бірақ Мадина енді ол үшін көңіл күй түсіп отырмаған шығар? Иә, балауса ханым, негізінде бізде кездесулер күнде. Айтпайым прям бір күн кездеспей қалған кезімізде болған жоқ, негізінде күніміз болған жоқ ондай. Постоянно кездесулер, жақсы эмоциялар, былай айтқанда бір-бірімізді түсініп тануға неше түрлі сұрақтар да қойып жатамыз, ойындар да ойнап жатамыз деген сияқты. Өте жақсы, негізі бір-бірімізге уже бауыр басып қалдық. Андай үйге кірер кезде даже қимаймыз бірімізді, кеткіміз келмейді, уақыт созылып, бір тұра берсе деп ойлаймыз. Даже кей кезде болады, бір 5-6 сағат қана кездесеміз ғой, соны бізге жетпейді. Уже күніне біз 24 сағаттың 18 сағаты солай бірге өткізгендіктен, даже выходной күндер солай жүргендіктен 6 сағаттың өзі бізге аз болып тұрады негізінде. Вот солай, сол жақтары және де, иә, маған негізінде садақ ату менікі емес. Сразу уже қолым не то болғаннан кейін тұрдында деп ұнамай қалды енді, бірақ Фараға ұнағаннан кейін до конца күттім, атып болсын енді жарайды деп ортасында отырып қалдым. Сондай нәрселер негізінде барлығы жақсы болып жатқан. Ары қарай енді өзі айтсын. Ары қарай өзі айтсын дейді сізді. Ары қарай өзі айтқанда бұл жерде негізгі ренжіп отқан сен сияқтысың, мен емес. Иә, білмейтін сияқты осы Фархат сіздің неге ренжіп отырғаныңызды. Иә, соны айтсаң қазір мен де естиін, мен де білейін. Мадина, Не үшін ренжіп отқаныңды? ал бізде білейік. Негізінде бүгін андай біртүрлі ситуация болып қалды да енді. Жалпы жұмыс барысында бізде неше түрлі повороттар болады, ситуациялар болады деген сияқты. Сол кезде мен негізінде басқа адаммен конфликт болып қалғаннан кейін кішкене ашуланып тұрдым да, бірақ Фархат жағынан қатты демей, мен дөрекілік болғаннан кейін соған кішкене түсінбей қалып, ренжіп қалғаным бар негізінде. Дөрекілік. Не болды, сөзге келіп қалдыңыздар ма? Ренжісіп қалдыңыздар ма? Енді бәрін айтсай, сосын мен айтамын саған. Не ұнамады, қай сөз ұнамады, қай жер ұнамады, бәрін ашып айт, сосын мен өзімді айтамын саған. Айта бер бәрін. Қалай болды, солай айта бер. Мадина, сіз не болды? Бүгін болған ситуация, е? Бүгін болған, иә, азанда бағана сөзге келіп қалдыңыздар. Иә, сөзге келіп қалды. Нені бөлісе алмадыңыздар? Мен шашым жасайын деп атқам ойшым. Сөйтіп, мен шашым енді өзім жасайын болғаннан кейін 2-ақ минутта жасалады да, негізінде. Сол бойынша кішкене конфликтке қалдық та басқа адаммен. Сол жерде енді тұрып кет қалдым. Одан кейін ашу үстінде бір сөз айтып жердім, оны жарайды түсінем, барлық ашу кезінде соны нәрсе болып тұрады ғой. Бірақ оны мен негізінде Фархаттың тарапына, не болмаса ол кісінің тарапына ондай айтқан жоқ едім. Ол просто мен эмоциям солай шығып кетті да. Одан кейін кішкене дөрекілік танытып, айғайлап бір тоқтатып қалған жерінде андай итерген сияқты болып қалды. Мен енді артқа шегініп қалдым ғой. Сол нәрсе қатты ұнамай қалды негізінде. Түсінген бойынша сіз біздегі бір мастермен, қызметкермен сөзге келіп қаласыз.
солай болады, сіздің тарапыңыздан ауыр сөз айтылады. Иә, мен бағанадан бері не істедім, шашың жасамадың ба деген сияқты нәрселер болды да, енді менде 2 минут қана болғаннан кейін, сразу жасайтын болғаннан кейін, ол айттым, қазір бір 2-ақ минутта ғана жасалады деп нормально томен 3-4 рет түсіндірдім. Одан кейін ол кісі бүйтіп тонын көтеріп бастағаннан кейін мен жарайды дедім де, артынан Фара келді. Не болды дейді, мен де ештеме дедім де, просто выпрямительді алып кетіп қалдым гримерка жаққа. Сол жерде ашу үстінде тұрғаннан кейін шығып бара жатсам, енді тоқтатып қалды да, бүйтіп тоқтатқан кезінде, ана қолмен неткен кезінде мен итерген сияқты болып қалды. Енді мен өзім енді ұшып бара жатқан адаммын да, жүгіріп шығып бара жатқаннан кейін, ол тоқтатқаннан кейін явно мен артқа шегініп қаламын. Сол жері андай нетіп кетті, мен задевать етіп кетті, былай айтқанда. Неге мені тоқтатасың деген мәселе болып тұр ма? Әлде сен неге мені осы ситуацияда жоқтамадың деген ба? Жоқ, дөрекілік таныттың деген нәрсе ғой, ол білем да, менікі дұрыс емес болып тұрған, барлығы нәрсенің қалай болып тұрған деген сияқты. Бірақ мен өзім ашуланып тұрған кезде просто шығып кететін адамды үндемеймін, өйткені мен ашу үстінде неше түрлі сөз айту қою мүмкін, эмоция. Өзіміздің сөйлегенімізді көтере алмай, ол тайып тұрды ар жақтан. Сосын мен жынданып кетті ар жаққа қарай, мен оның артынан бардым. Не үшін жынданасың дегендей сияқты. Сөйтіп сөйткен жоқпыз. Сөйтіспен де қалай, сосын WhatsApp желісінде жаздық, ол маған жазды, не болған, қалай болған. Мен сосын болыпты дедім, ашулана берме дедім. Бол дедім. Ну, типа, сабыр ет деген сияқты жаздым. Все болды дедім да, бір андай смайлик бар, сүйген смайлик жібердім. Оқыды, бірақ ешқандай жауап болған жоқ. Сосын тағы да артынан 1-2 сообщение жазғам, ашпай қойды. Одан кейін барып мына жақта іздедім, таппадым. Сосын мен де кішкене қырсығайын деп жазған нәрсем бәрін өшірсін, одан кейін біз сөйлескен жоқпыз. Бұл жерде негізі былай ғой, бұл рабочий процесс тек қана, Мен майынан ешкімнен бөліп жармаймын, бәрін бірдей көремін. Мадина менде Мадикош тек қана, сырттан Мадикош, ал мына мен үшін Мадина қатысушы болып саналады. Жаңа итерген дөрекілік емес, просто Мадинаның үндемеуін өзі басқаша негізі. Оның іші үндемей жатқанымен, келбетімен бәрі білініп тұрады. Не ойлап тұрған, не істеп тұрған, ол өзінде білінбейді. Мен соны байқадым ба, мен де кішкене ашуымды көрсеттім бұл жерде. Не істеп жатсың, не үйтіп айтып жатсың деген сияқты. Жаңа жынданғанда сөйлеген, сол сөзімен көтере алмай, сөйтіп артынан барған болған. Сіз енді айтып жатсыз ғой, жаңағы мәселеге қатысты сіз айттыңыз, жылдамдатамыз деген сияқты, ол жұмыс барысындағы болып қалған ситуация, ал оның артынан жүгіріп барғаныңыз, тоқтатқаныңыз сәл дөрекі болды деп айтып отыр ғой. Көргендер бар ма? Бір оғаш көрінді ма? Әлде қалыпты Мадина сәл негізінде Баласан ханым асыра сілтеп отыр ма? Иә, бір байқап қалғанымыз бар. Енді мен емес, жалғыз барлығында негізінде Фархаттікі де бір жағынан дұрыс. Өйткені жұмысымен, махаббатымен. Енді өзінікін айтып жатыр. Өйткені ал Мадинаға келетін болсақ, жалпы ода біздің қатысушы, біздің де бір коллега, досымыз, бауырымыз. Бірақ та Фара жақтан бір қатты дөрекілік болды негізінде. Мен анау-мынау қыздар көтере алмайды, тек қана Мадина ғана көтере алады, өйткені ол характермен қызда. И осында бүйтіп түсінбей қалдық та, біздер екеуі ұрысып жатқан шығар деп, енді ыдыс аяқ сылдырап жатыр деп, біз шығып кете қойдық. Өзі шешкен шығар деп, бірақ енді бұл мәселе осы жаққа да жетеді деп ойлаған жоқпыз. Енді жұп болғасын өзара шешіп алған шығар деп. Енді дұрыс шешіп алу осы жерде енді өздері қарайды енді. Жоқ, мына жерде ойлаймын да, дөрекілікті көрсетсе өзінің қызына көрсетіп жатыр да. Айдалада бір қызға бізге келіп мысалы дөрекілік көрсетпейді деген сияқты ғой, бір жағынан. Жоқ, мен дұрыс деп тұрған жоқпын дөрекілік көрсетуін, бірақ Мадина жақтан да мен де бағана байқап қалдым да, енді былай өтіп бара жатқан кезінде бұл адам да ашу үстінде эмоциямен кәдімгі шығып кететін сөздері аузына деген сияқты. И ол Фараға ұнамайтыны анық деп ойлаймын мен. Себебі ол не только Фараға, жан-жағында любой адамға ұнамайды. И Фара тем более өзінің қызын олай эмоцияға берілгенін қаламағандықтан барып оған түсіндіргісі келген шығар. Мүмкін жай сөз түсінбегеннен кішкене сол бір ашуын көрсетіп қойған шығар деген ой болып тұр, болды. Жай сөз дегенде уже андай нәрсе ғой. Оны білмеймін енді. Мен жұмысымен бәрі орнымен ғой. Просто бүкілін көзінше сөйтіп қатты айғайлап жіберіп сондай нәрсе істегені маған да біртүрлі болып қалды. Енді нормальный отношенияға біз үйреніп қалғаннан кейін бір жағынан сол жағынан да влиять етті, ал екінші жағынан мен түсіндім оның барлығы жұмыс екенін. Просто одан кейін жарайды ренжімеш дейсіз, мен іштеме демеймін ғой, просто ренжімеш, осындай нәрсе болып қалды, бірақ менікі де сенікі де дұрыс емес деп шешіп алуға да болатын еді негізінде. Балса ханым.
жаңа сол ситуация болған кезде мен де дәл Мадинаның қасында тұрған болатынмын. Былай көрінеді да, андай сөз бар ғой, бей своих, чтобы чужие боялись дейді ғой. Фархат Мадинаға екі есе бір андай өзінің қаталдығын көрсететін сияқты көрінеді да. Негізі бізге Фара ондай қатал емес та. Өйткені ол жерде бәріміз солай дайын емес болып жүгіріп жүрген болатынбыз. Ал бірақ Мадинаға тіпті екі есе керісінше ана қызметін андай асыра пайдалану емес, керісінше Мадинаға қаттырақ ұрсады да, соны байқаймын да. И сырт көзге өте бір дөрекі естілді. Шынымен де Мадина қайта Фара ренжімеші деген сияқты басылып солай сөйледі, ал бірақ Фара бір қатты ашуланып кеткені байқалды. Сол өзіміз де біртүрлі болып қалдық. Фархат негізі солай ма? Мадинаға әдейі көбірек қаталдау болып басқаларға жұмсақтаусыз ба? Әлде кейбір қатысушыларға жоқ, бұндай ситуация негізі арамызда бірінші рет болып тұр. Бүйтіп Майнаға дауыс көтергенім, былай айтқаным бірінші рет болып тұр негізінен. Былай сезон бойынша жалпы мен Майнаға былай ұрсуым бірінші рет. Негізі былай дауыс көтергенім. Енді бұл жерде негізі енді жұмыс процесс деп жатырық, анау деп жатырық, біреу дөрекі деп жатырық. Просто қалай адам жынана біле солай басыла білу керек деп ойлаймын мен. Или мен өзімді басқалардай көремін ба? Мен ашулануым өте қиын да. Бірақ ашулансам қатты ашуланамын, бірақ қалай ашуланамын, мен солай сразу басыламын, мен любой ситуацияны жіберемін. Майнаның бір андай қасиеті бар. Қалай жынанады, бірақ басылу ұзақ. Жоқ, Фархат негізі Мадинаға қатал болған, екі есе қатал болған. Фархат не үшін Айданаға екі есе қатал емес? Неге жұмсақ относиться етесің сонда? Ол Айдана жеке маған деп жатқан жоқ. Естісең, бізге деп жатыр. Айдана маған деп айтқан жоқ.